40 үйге дейін көрсет деген бар ғой, сол 40 үйге дейін көрсетім болған. Осы дастархан жайып кешке дейін дайындаламыз, етіміз далада пісіп жатыр қазанымызда. Оның барлығы айта келгенде ауызбіршілікке келіп тұр келеді. Бізде Аллаға шүкір ауызбіршілік жақсы. Бұл енді атадан атаға қалатын, ұрпаққа қалатын із. Сол кезде біз ойлайтынбыз, шынымен үлкен әжеміз бен атамыз келе ме деп. Ер азаматтарымыз бар ғой, солардың айтқанымен жүреміз жалпы. Амал мерекесі құтты болсын! Ертеде көшпелі өмір салтын ұстанған қазақ үшін қыстан аман шығудың өзі үлкен қуаныш болған. Көктем келіп, күн жылығанда адамдар бір-бірін іздеп ауыл-ауылды аралап көріскен, мал жанның амандығын сұрасқан. Уақыт өтіп, заман өзгерсе де, еліміздің батыс өңірлерінде бұл дәстүр әлі де сақталып келеді. Ал Маңғыстауда жылдың ең маңызды мейрамдарының бірі саналады. Мұнда 14 наурыз күні адамдар таң атпай тұрып, үлкендерге сәлем беріп, бір-бірімен көріседі. Жасың құтты болсын деп құшақтасып, жылдың басын ақ ниетпен бастайды. Үлкендер батасын беріп, жастар ізет көрсетеді. Дастархан жайылып, реніш ұмытылып, араздық атаулы тоқтайды. Бұл адамдардың арасын жақындататын, бірлік пен татулықты нығайтатын ерекше күн. Міне, осы амал мейрамы қалай тойланатынын өз көзімізбен көру үшін Маңғыстауға арнайы келдік. Отпантауға барып, бірлік отының жанғанын тамашалап, жергілікті адамдармен сұхбаттасуды да ұмытпадық. Өзіңдей қала бар мекен, бірлікпен бақтан жаралған. Сапарымыз облыс орталығы Ақтаудан басталды. Қонақ үйге жайғасып болған соң, Каспийдің жағасына асықтық. Теңізден соққан самалға бетімізді тосып, жағалауда серуендеп, қызарып батқан күнге сүйсініп, бір демалып алдық. Қараңыздар, бір жерде қаншама аққу, енді бірінші рет осыншама көп аққуды көріп тұрмын. Ақтау бізді таңғалдырды. Неткен әдемі қала. Әсіресе көктен қарағанда ғажап. Үйлері де Каспиймен үйлесе салынғандай. Өзіне ғана тән ерекшелігі де көп екен. Біз Алматыда мекен-жайды көшелердің қиылысымен айтып үйреніп қалғанбыз ғой, ал Ақтауда ауданның нөмірі бойынша айтады екен, мысалға 4, 10, 23 деген сияқты. Яғни 4-ші аудан, 10-ші үй, 23-ші пәтер дегенді білдіреді. Алдағы уақытта Ақтау жайлы бөлек видео шығарамыз. Сондықтан мұнда қайта айналып келеміз деген ниет білдіріп, Отпантауға ат басын бұрайды. Бұл жақта жылда 13-14 наурыз күндері ерекше жиын өтеді. Маңғыстау халқы амал мейрамын атап өту үшін бас қосады. Тойдың болғаннан болатысы қызық демекші, біз келгенде айтулы шараға дайындық қызу жүріп жатыр екен. Отпантауға келдік. Қатты жел соғып тұр. Құлағым ашық еткенімдей қатып қалды. Енді дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Қарбалас айналаның бәрі. Өздеріңіз 200 адамға, 300 адамға, 500 адамға той өткізіп көрген шығарсыздар. Немесе той кезінде жүгіріп, қолғабыс еткен болсаңыз, тойды ұйымдастыру қаншалықты қиын екенін білесіз ғой. Ал бұл енді пәленбай мың адамға ұйымдастырып жатқан шара. Сондықтан да қазір бізге қарайтын ешкімнің шамасы жоқ. Бәрі киіз үй орнатып жатыр, жаңағы бағдарламаны түгендеп жатыр. Әнші, биші, күйші, ет асатын адамдар, бәрі осында зыр жүгіріп жүр. Біз енді ертерек келдік, ертерек келіп, дайындық қалай болады, соның барлығын білгіміз кеп, жан-жағымызға қарап, зерттеп жүрміз. Қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Барлық Ақтөбеден, Оралдан, Атыраудан, Астанадан, Алматыдан қонақтарымыз келіп жатыр. Маңғыстаулық адамдардың бәрі осында. Бүгін енді өте дайындық күшті. Ертең енді аман болса, 14 күні мынау бәйгіміз бар, ат жарыс. Бірінші орынға аламан бәйге автокөлігіміз бар. Күрес бар, қазақша күресіміз. Көрме болып жатыр мына жәрмеңке. Бәрі де осы бүгін ертең өтеді. Мына шешіп бар. Қайшың қайда? Бар қалды. Қазір мына үйдің керегесін жайып жатыр. Анау кереге деген бар. Осы ағаш үй тіккелі бәленбай жыл болды. Бәленбай уақыттан бері үй тігіп жатырмын. Ертең де тігім жүрмексіне Ақтауға. Осы кәсібім осы ағаш үй тігу. Ана балам тігеді. Мен соған көмекшімін, былай деп айтушымын. Бұны жинағанда да жөндеп жинауын керек. Мынау көктегі, көгі кетпеу керек. Жинағанда да. Сосын ұстағанда да оны ұқыпты қылып суға тегізбей, желге, шаңға тегізбей ұқыпты жақсы қылып ұстау керек. Сол үшін бұл үйдің азбайтыны ағашының.
Киізін сірә көбелек жейді дейміз, оны көбелек жегізбеу үшін де оны ұқып тұстау керек. Оттан тау дейтін өзің көріп тұрсыңдар ғой, мына ең таудың биік жері. Бұл бұрынғы заманда біздің аталарымыздың мынау жаугершілік заманы болды әртүрлі. Сонда ұран отын жағып, біріне бірі хабар таратып шақырған, біріне бірі көмек. Содан кейін осы оттан тауда Адай атаның басында осындай ұйымдастырып, амал мерекесін жасау, осындай той садақа жасауға ұйғарылды. Бұл енді атадан атаға қалатын, ұрпаққа қалатын із. 8 арыс Адай дейміз. 8 арыс Адайдың жылда бір әулеті бір бала өткізеді. Бір баласы. 8 баласы бар. Ал мынау сол біз енді осы тәжікке билік өткіземіз. Қайта келесі жыл қайта басталады. Оны Құнанорыс ауылы өткізеді. Одан кейін Ақпан дейтін руы бар. Одан кейін Балықшы, Жеменей, Мұңал, Тобыш, Қосай қайта бізге келеді. 8 жыл сайын осы айналып келіп тұрады. 8 жыл сайын жылда өтіп тұрады. Жел қатты болады деп ойламады. Бұл Алматыдағы ең бір Боранды күн, дауылды. ең қалың ұлттық киім. Бұның өзін әрең іздеп таптық. Бұл шапан Елжан брендтікі. Не осындай заманауи ұлттық киім. Біздің таңдауымыз осы шапанға түсті. Өйткені мына жақ енді жел деп естідік. Барынша жаңағы ұзын, қалың киім кигіміз келді. Бірақ оның өзі мына жақта кішкене не болып тұр. Сәл жұқалау болып тұр. Сондықтан Ақтаудағы тумаластарымыздан дейік. Қосымша киім алып алдық. Киім алып алдық, соның ішіне киіп алдық. Біздің қазақтың 14 наурыз жаңа жылы. Жер көгеріп, малдар төлдеп, өріске шығып, арқа жарқа болып, бірімен бірі құшақтасып, амандасып, көптен көрмеген қыстай сөйтіп, біріне бір тілектерін айтып, қазандарын көтеріп, бірін қонаққа шақырып, сосын кешке қарай жаңағы алтыбақан ойнайды жастар, солай ары қарай жалғастырып кетеді. Мұның мәні зор айналайын. Сонау жылдары енді кішкентай уақытымызда біздерге жаңағы нан пісіріп, таңертең ерте тұрып, өлер уақыттар келеді деп, анам төр жаққа барып, ақ мата жайып қоятын. Сол кезде біз ойлайтынбыз, шынымен үлкен әжеміз бен атамыз келеме деп. Міне енді қазір ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, біздің маңғыстаулықтар барлық әдемі киімдерін шығарып, дастархан жайып, көңілді жүреді. Біз үшін үлкен бұл 14 наурыз мереке, қуаныш. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан үрдісіміз бізде. Бізде бұл дейтін бала кезімізде қарай осы 14 наурызда міндетті түрде тойлаймыз. Ол жақта көршілердің барлығына бар көрісіп, жаңағы тойдың тәттілерін жеп, қуанып қайтатынбыз. Бүткіл үлкен кісілер ұлттық киімдерін киіп, әдемі болып көшелерде 40 үйге дейін көрсет деген бар ғой. Сол 40 үйге дейін көрсететін болған. Ал біз балалар ол жақта барлық жердің есігін ашып көріскенімізге өте қуанышты болатын едік. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. YouTube-тан сіздердің каналдарыңызды қараймын. Біздің Қазақстанның барлық жерін көруді нәсіп етсін Алла сіздерге. Дендеріңіз сау болсын, аман жүріңіздер. Маңғыстауым жыр елім, ғасырларға мұр едің. Маңғыстау қарайды келешек ғасырдан. Мына жоғары жаққа ағаш үйлер, ал астына үлкен темір үйлер тігілген. Дастархан жайып жатыр екен іште байқауымша. Дайындықтың деңгейін айтсайшы. Алтын жалатылған орындықтар. Қымыз, шыбат, заттақ кеселер, дайындық қандай керемет. Дайындық жақсы болып жатыр. Тобыш ата ұрпақтар дейді, Қараш ауылы екен. Мына жақта Қосай ата Байбол ұрпақтары, Қосай ата Сүйіндік ұрпақтары, Қосай ата Бәли ұрпақтары. Саламатсыздар ма? Біріншіден наурыз дастарханымыз кешке ауыз ашарға осылар келіп отырады, кісілер келіп. Мына жерде бауырсағымыз, қызмет істеп жатқан келіндер осы дастархан жайып кешке дейін дайындаламыз. Етіміз далада пісіп жатыр қазанымызда. Ата-бабадан қалған салт дәстүр бойынша бізде үлкен кісілер, ауылымыздың ақсақалдары бар, және ел ағалары бар. Сол кісілердің тапсырмасымен біздің жасы да, кәрісі де сол кісілерден бұйрық болады. Солаймен жұмыстанады. Оларға ешқандай қиын емес. Жұмыстағы адамдар енді жұмыс бабымен жұмыста, ретіне қарай бос адамдар келіп қызметте осында. Оның барлығы айта келгенде ауызбіршілікке келіп тіреледі. Бізде Аллаға шүкір ауызбіршілік жақсы. Үлкен кісілеріміз айтады, біз сол кісілердің тапсырмасы бойынша ұйымдастырып өзіміз жұмыс жасай береміз болды. Үлкен кісілер бізге қонақ ретінде келеді болды. Біздер дейтін Маңғыстаудағы Тазыке ұрпақтарының келіндеріміз біздің ағаш үйде жалпы 10-15 келіні қызмет жасап жатыр. Барлығы бізде қолдан дайындалған салаттарымыз, самсаларымыз, тауық еттері күніне 400-500 адамды қызмет жасап жатырық. Сондай кісіге. Бізде тамақ жағына ер адамдар қарайды. Шайдың дастарханына біздер әйел адамдар қарайды.
тамақтың тартылуы барлығын дайындауы ер адамдар дайындайды. Бізде үлкен қайнағалар бар, қайнағалар бізге бұйрық береді. Біз одан кейін жаңағы інісінің әйелдеріміз мысалы сол келіндерге айтамыз, келіндер давай осындай ауыз біріншпен ағаш үй тігеді, сол ағаш үйдің ішінде тамақтан жасап, сосын жинасып жуысып, 2-3 ағаш үйлеріміз бар, өздерінің алып қойып, соны жинап орнына апарып қояды. Үлкендердің айтқанын тыңдау керек, мен үлкен көзімізге айтқан бізде. Мені өзім де уже 62-ге келдім мысалы. Біздің жаңа ер адамдарымыз, ер азаматтарымыз бар ғой. Солардың айтқанымен жүреміз жалпы. Солар осылай істейсіңдер, осылай жиналасыңдар, осылай барлығын дайындайсыңдар деп жазып береді. Сол бойынша біз барлығын дайындаймыз. Жалпы осы бүткіл нені ұйымдастыру үшін 1 жылдай кетті ғой, жалпы. Ал тамақ жағына келетін болсақ, 1 аптадай кетті. Қонақтар тарқағаннан кейін барлығын артын жинап, тазалап, осы отпан тауды тап-таза қылып, ол да келіндердің міндетіне жатады. Қазір әлеуметтік желі дамыған заман ғой. Мына WhatsApp желісінде өзіміз чат құрдық, ағайындарымыздың, тумаластарымыздың азаматтарымен. Сол жерде ақылдаса келе, әркім жауапты қызметке алынды. Мысалға, мен осы темір үйлердің құрылуына деген сияқты, мына жеңгелеріміз жаңа осының дастарханына жауап беру деген сияқты. Әркім өзінің тапсырмаларымен жұмыс жасап жатыр. Жалпы халықтың жиналған ақшасы, былай айтқанда, ағайын тумаластардың жиналған ақшасы соған жайылған дастархан. Әдетте мұндай шараларда киіз үй тігілген кезде адамдар, сырттағы адамдар кіргізбейді ма? Иә, жауап тастайды, жаңағы арнайы шақырылған қонақтарды кіргізеді. Мұнда жақсы екен. Кез келген үйге кіресің де, дәммен ауыз тиіп шыға бересің. Мына жақта адам топырлап қапты. Сап-сары киіп алған екен бір кісілер. Не ғой? Яндекстің курьерлері, Наурыз көже таратып жатыр. Бауырсақ. Сіз де көже ішесіз? Иә, саламатсыздар. Наурыз құтты болсын. Аумен айтқаныңыз келсін, бірге болсын. Рахмет. Бауырсақ қауыз істейсіз апа? Иә. Салфетка берейік сізге. Аха, рахмет көп. Қызықты енді, маған ұнап жатыр. Сосын өзі осындай ып-ыстық, жаңа ғана қазаннан түскен сияқты. Күшті. Ой, рахмет көп. Негізі Яндекс деген үлкен бренд қой. Осындай үлкен брендтердің жергілікті өңірлік салт дәстүрлерді ескеріп, амал мерекесінің дүбірлі тойлануына үлес қосып жатқаны көңіл қуантады, шын айтайын. Сонымен қатар, жаңа естіп жатырмыз, осы 2 күні, 13-14 наурыз күндері Ақтаудан Отпантауға Яндекстің қала аралық маршруты арқылы жетуге болады екен. Арнай осы 2 күн үшін кәдімгі жаңа маршрут қосқан. Сонымен қатар Яндекстің бүкіл қызметінде осы әз наурызға арналған жеңілдіктер науқаны жүріп жатыр. Мысалы, жаңа тамақ тапсырыс берем десеңіз, -40% жеңілдік. Ал алғашқы 3 қала аралық сапарға -35% жеңілдік қарастырылған. Керемет, наурыз баршамызға құтты болсын. Ал енді тауға шығайық. Мұнда келе жатқанда алыстан алтын күмбезді ақ кесене көзге түскен. Бұл Адай атаға арналған ескерткіш. Теңіз деңгейінен 532 метр биікте орналасқан. Оған апаратын соқпақ бар, 362 баспалдақтан тұрады. Бұл санда тауға шыққан адам Маңғыстаудағы 362 әулиені еске алсын деген мән жатыр. Отпантауға келген жан бірден кесенеге баруды жөн санайды екен. Әр тұстан атаға сәлем беріп қайтайық, аталарымызға Құран бағыштайық деген сөзді құлағымыз шалып жатты. Көліктен түсе салып, тауды бетке алған жасты да, кәріні де көрдік. Соларға ілесіп, шыңға шықтық. Қатты жел соғып жатыр. Енді адам ұшыратындай десе болады. Екеуміз итеріп келе жатыр арттан. Камераға күліп тұрмыз ғой, бірақ шын мәнінде қара суық. Мынау деген бір асау құлыңдай жел екен. Затыңды ұшырып жүреді ғой, өзің түгіл. Затың түгіл өзіңді ұшырып жүреді. Керісінше айтуым керек еді. Ал кеш батар шақта дәл осы жерде бірлік оты жағылды. Мынау бірлік оты, бұл эстафета. Бұйырса, күні ертең Алла қаласа Құнан орыстарға беріледі бұл эстафета. 8 арыс Адайдың рулары жазылған. Жебеней руы, Балықшы, Ақбан, Құнан орыс, Тәзіке, міне биыл біздер Тәзіке руы беріп жатыр. Бірлік оты. Содан қосай, кезек-кезегімен жазып тұр мұнда. Бірлік оты алаулап жанғаннан кейін қара шаңырақтың қасында концерт өтті. Артынша жиналған жұртқа ас берілді. Үлкендер әңгімесін айтып, жастар жағы қызмет қылып, түн ортасына дейін думан болды. 14 март наурыз күні аспанда гуыл болады екен, дыбыс. Сол гуыл жаңа 6 ай ұстап жатқан жан жануарларын оятады екен.
ертесі, яғни 14 наурыздың таңында адам тіпті көп келді. Айнала бірнеше шақырым жерде көлік қоярға орын жоқ. Қайда қарасаң, бірімен бірі көрісіп, қауышып, құшақтасып жатқан жандар. Маңғыстаудың еңбектеген баласынан ең кеген қариясына дейін осында ма дерсің? Жыл жақсылығымен келсін, амал құтты болсын, амал құтты болсын. Маңғыстауға ғана тән көрісу, төс қағыстырып, біз абысын ажындар, құда-құдағайлар бір-бірімізге төс қағыстырамыз. Ең жақын жандарың осы бізге абысын ажындарымыз, соларға біз сәлем саламыз, сосын жаңағы айқасып, төс қағыстырып көрсеміз. Елдің бәрі бір-бірімен көрісіп болғаннан кейін ән шырқалып, ұлттық ойынның түр-түрінен жарыс ұйымдастырылды. Артынша Тәзіке ата ұрпақтары шырағданды Құнан Орыс ата ұрпақтарына беріп, амал мейрамын ұйымдастыру кезегін тапсырды. Отпантаудан Ақтауға келдік. Қаланың мейрамханаларында отбасы, әулет, тіпті ауыл боп бас қосып көрісіп жатқандар бар екенін байқадық. Мереке әлі жалғасып жатыр. Осымен саяхаттаймның әз наурызға арналған мерекелік саны тәмам. Бұл өлкеге бұйырса қайта айналып келуге ниеттіміз. Әзірге осы видеоға лайк басыңыздар, тумаластар чаттарына таратыңыздар. Аман есен келесі амалда көріскенше.